Маңғыстауда 17 қарашадағы жағдайға сәйкес бірінші-екінші деңгейлі инфекциялық ауруханаларда 86 адам ем қабылдап жатыр. Бұл туралы облыстың коммуникация орталығында өткен брифингте хабарланды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, сол 86 науқастың жетеуінде коронавирусқа тапсырған сынама оң нәтиже көрсеткен. Толығырақ әріптесім Камила Абдрахманқызының бейнематериалында. Қазіргі уақытта облысымыз бойынша орта дәрежелі жағдайда 76, жағдайы ауыр халде 9 сырқат, өте ауыр халде 1 сырқат тіркелген. Науқастардың жағдайы күрт нашарлауына жедел тыныс жетіспеушілігі және ілеспе ауруларының болуы себеп болған. Бүгінде аймақтың оқшаулау орындарындағы төсек орын жүктемесі жалпылама түрде 26%-ды құрап отыр. Жиында мамандар медициналық сақтандыру жүйесінің артықшылықтарына тоқталды. Бүгінгі таңда мәмс жүйесіне жеке клиникалар белсенді түрде қатысып жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазіргі біздің денсаулық сақтау саласы бұл нарықтық механизмдермен реттеледі. Және бәрімізге белгілі негізгі медициналық көмектің сапасы бұл бәсекелестік аясында және тұрғындардың медициналық көмекті тұтынушылардың әрбір клиникалық таңдауына байланысты қазір жүйе осыған құрылған. Өңірде жалпы 46 медициналық ұйым бар. Олардың 24-і жеке қызмет көрсету нысандары. Брифинг барысында мәмс жүйесі бойынша науқастарға көмек көрсететін медициналық мекемелердің жай-күйі мен жүйеге тіркелушілер туралы айтылды. Бізде медициналық ұйымдарға тіркеу мәртебесі анықтау бойынша мониторинг жұмыстары күнделікті жүргізіліп жатыр. Қазір мәртебесі анықталмағандардың санын нақты айту қиын. Десе де 20 мыңдай адам сақтандыру жүйесіне тіркелмеген. Қазір облыс көлемінде 335 инфекциялық бір және екінші сатылы төсек орын бар. Сондай-ақ реанимациялық төсек саны 43 дана. Анықтамасы шетелден келген Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарына арналған карантиндік стационарларда барлығы 270 төсек орын дайындалған. Камила Абдрахманқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.